Достар, сәлем баршаларыңызға. Бүгін сіздермен бірге өте керемет шаймен күшті кететін рецептпен бөлісейін деп жатырмын. Бар болғаны 20 минутта ғана жасалады. 20 минут қана уақытыңызды бөлсеңіз, дәмді етіп шаймен бірге ішетін боласыздар. Ал міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Ең әуелі жұмысымызды осындай дүкенде сатылатын слоеный, яғни қатпарлы қамырдан бастайтын боламыз. Осындай қамырды сатып аласыздар, кез келген түрі қажет бола береді бізге. Осылай етіп оқтаудың көмегімен жақсылап тұрып жайып алатын боламыз. Негізі кішкене жұқалау етіп жайған дұрысырақ болады. Осылай бөлме температурасындағы сары майымызды аламыз да, бізге көп емес, жарты бөлігі ғана қажет болады. Осылай барлығын бір келкі етіп, барлық жеріне тегізіп, жағып шығатын боласыздар. Мендегі қолданғаным Закрома деген майы болатын. Барлық жеріне жағып шықтым және оның үстінен барлық жеріне тегізіп, кішкентай шай қасықпен бірге өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қант қоссаңыздар болады. Осының арасына кез келген жаңғақ, дәнек секілді түрлі дәнектерді қолдануға болады. Менде үйімде мак бар болғандықтан осылай макты қосып шыққан болатынмын. Менің балаларыма да мак өте қатты ұнайды. Осылай рулет секілді жақсылап тұрып орап шығатын боламыз. Қатты баспаймыз, кішкене етіп жай басып орап шығатын боламыз. Осылай барлығын орап алдым. Енді пышақтың көмегімен осындай кішкене бөліктерге бөліп алатын боламыз. Қанша бөлік шығады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасап шықсаңыздар болады. Пергаментный бумаганы табамыздың үстіне қойып аламыз да, жаңағы кесілген бөліктерді орналастырып шығатын боламыз. Менде осынша дана шыққан болатын бір слоеный тестадан. Енді осы әдемі, беті жылтыр, сап-сары болып шығу үшін жұмыртқаның ағы мен сарысын араластырып, бетіне жағып шыққан болатынмын. Міне менде осындай болып шықты. Печкамызды қыздырып аламыз да 180 градуста немесе 200 градуста 25 минутқа пісіріп аламыз. Міне бізде достар дайын болды. Өте оңай жасалатын рецепт болып табылады бұл. Достар, біздің Ақ Дастархан YouTube каналына тіркелуді ұмытпаңыздар, себебі сіздермен бірге түрлі рецепттерді түсіретін боламыз. Үйдегі бар қарапайым заттардан жасалады. Келесі рецепттерді де күтіңіздер.